Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 3 курс 2 топ студенті Сұлтанбек Инабат. Сәлеметсіздер ме 2 сынып оқушылары, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Оқушылар, ең алдымен ой қозғау жүргізейік. Сандарда жасырынған құпия сөзді тап. Осы арқылы бүгін біз өтетін тақырыбымызды анықтайтын боламыз. Бізде антоним, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз антоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта антоним туралы түсінік қалыптастырасыңдар. Тапсырмаларды орындау барысында антоним сөздерді тауып, мағынасын ажырата аласыңдар. Антоним сөздерді ажыратып, өмірде қолдана алатын боласыңдар. Ең алдымен оқушылар, суретке назар аударайық. Екі кітапта қандай айырмашылық бар? Ойланамыз. Жауаптарыңызды менікімен салыстырыңыздар. Бірінші кітап қызыл, екіншісі қоңыр, бірінші қалың, екінші кітап жұқа. Бірінші кітабымыз үлкен, екінші кітабымыз кіші. Бұндай сөздерді біз қарама-қарсы сөздер деп атайды екенбіз. Жауаптарыңыз менікімен дұрыс келді деген ойдамын. Жарайсыздар. Сөз мағынасына қарай үшке бөлінеді. Антоним, синоним және амоним. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мұндай сөздерді біз антоним сөздер деп атайды екенбіз. Мысалы, алыс, жақын, ұзын, қысқа. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмамызды орындайық. Тапсам деймін уақыт Рамазан Тышқанбаевтың өлеңін оқып шығайық. Ерте тұрып алам да, әрлі-берлі жүгірем. Сосын тұра қалам да, оңға солға бүгілем. Суды да өзім әкелем, отынды да жарамын. Бөпемен нан әперем, малға да шөп саламын. Қолға алмасаң ұнатып, жұмыс оңай өнбек пе? Тапсам деймін уақыт спортқа да еңбекке. Өлең не туралы екен? Өлең шумақтардан антоним сөздерді тап. Өлеңдегі оң және сол сөздердің мағынасын бір-біріне жақын ба, әлде қарама-қарсы ма? Сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, оқушылар, осы тапсырма арқылы өздеріңді бас бармақ арқылы бағалаңдар. Бас бармақ жоғары қарай мен түсінемін. Бас бармақ көлденең мен түсінгендеймін. Бас бармақ төмен қарай мен түсінбедім. Олай болса, сабағымызды жалғастырайық. Келесі тапсырма мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. Көп біл, аз сөйле. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Және де мақалдардан мағынасына қарама-қарсы сөздерді тап. Олай болса, оқушылар, келесі тапсырмамыз сәйкестендір. Бірінші бағанда ащы, қалың, ұзын, бүгін, терең сөздер берілген. Екінші бағанда кеше, қысқа, тұщы, таяз, жұқа сөздері берілген екен. Олай болса, бір-біріне қарама-қарсы сөздерді сәйкестендірейік. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, бүгін, кеше, терең, таяз. Сендердің де жауаптарың дәл осылай болды деген ойдамын. Жарайсыңдар. Осы тапсырмалар арқылы өздеріңді жетістік баспалдағы арқылы бағалаңдар. Мүлдем түсінбедім, сұрағым бар, түсіндім, жақсы түсіндім. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Өлеңді оқып, антоним сөздерді тап. Күндіз де көреді, түнде де көреді. Жәнібек киноға жаның да береді. Ал енді қараңыз, азыпты балаңыз. Жүз әйнексіз көрмейді, әлжуаз баламыз. Бұл жерде күнде, түнде, көреді, көрмейді сөздері қарама-қарсы сөздер болып табылады екен. Өз ойыңмен бөліс. Баланың көзі неліктен нашар көретін болды? Теледидардан күндіз түні кино көру дұрыс па?
жауап берейік. Келесі тапсырма. Ойлан тап. Бос төргөздерге олардың тұсындағы сөздің мағынасын қарама-қарсы сөздерде тап. Бізде ескі, жақсы, жарық сөздер берілген. Ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Олай болса, оқушылар, сабағымызды жұлдыздар шеруі әдісі арқылы қорытындылайық. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Көк жұлдыз, мен сабақты жақсы түсіндім. Қызыл жұлдыз, тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.